Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында экскаватор суға батып кетті. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Видеоны қарасаңыздар, ауа райының қолайсыздығын байқауға болады. Қатты жел соғып, толқындар жағаға таласып жатыр. Бірақ бұл жұмыстың тоқтауына себеп емес. Экскаватор кемелердің жолын ашпақ болған, дегенмен дене теңсіздігі бұзылып, ауыр техника суға батып кетеді. Қуанышқа орай механик жүргізуші аман. Амфибия экскаваторы негізі суда жүз алады. Құны 40 миллион теңгеден басталады. Айтпақшы, дәл осындай сома бұл аймаққа жасанды жаңбыр жаудыруға қажет. Былтыр Маңғыстау облысында құрғақшылық болып, қанша шаруаға кесірін тигізгенін білесіздер ғой. Енді оқиға қайталанбас үшін халықтың өзі 40 миллионды жинап берді. Бұл қаржы 3 ай жауын шашынның болуын қамтамасыз етеді. Тіпті инженерлер жаңбыр жаумай қалса, алған ақшаны кері қайтарамыз деді. Өткен жылы Маңғыстау облысы әкімдігі Грант Қазақстан кооперативті қорымен бірлесіп, 3 жақты келісім жасап, жасанды жаңбыр жаудырған. Енді 40 миллион теңге мен 5 миллион евроны салыстырып